Тәлімгерім Эльвира Түлкібайқызы маған не үйретті? Дана Қасенқызы, біз алдымен циклограмманы толтыру үшін перспектив планға қарап толтырамыз. Біз бірінші қыркүйек айынан бастап, әр айда 4 апта толтырасыз. Өзіңіздің іс-әрекетіңіздің барлығын осы күнделікті циклограмма қарап өтесіз. Қасенқызы, бізге мынау ұйымдастырылған іс-әрекетке бірінші балалардың жоспар бойынша тізімі беріледі. Сосын перспективный план, одан кейінгі әр сайын аптаның циклограммасы салынады. Осылай ай сайын сол циклограммаларымызды салып отырасыз. Мынау бізде ата-аналар папкасы бірінші тағы да балалардың тізімі болады. Сосын жылдық жоспары болады. Балалардың картотектері бәрі болады. Сосын ата-аналар жоспары бойынша осыған істеген іс-әрекеттеріңізді, ата-аналармен біріккен жұмыстарыңызды салып отырасыз. Түсінікті ғой сізге? Әр тәрбиешіде портфолио болу керек. Бұл портфолиода өзіңіздің жетістіктеріңізді, балалардың жетістіктерін, ата-аналармен жаңағы пікірлерін салып отырасыз. Өзіңіздің барлығын жинақтап тұру керек. Бұл сізде ең соңғы жылдың аяғында портфолио тексеруге аласыз. Дана Қасенқызы, биылғы сіздің алған өзін жетілдіру тақырыбыңыз балалардың тілін дамыту, ұсақ қол моторикасы болады. Сіз өзіңіздің өзін жетілдіру папкасына сол істеген жоспарларыңыз арқылы іс-әрекеттеріңізді саласыз. Дана Қасенқызы, мысалы ертең сізде сауат ашу іс-әрекеті болады. Сол іс-әрекетке сіз әрдайым көрнекіліктеріңіз дайын болу керек. Сол көрнекілік арқылы балаларға ойын іс-әрекеті бойынша күнделікті тапсырмаларыңызды орындап отырасыз. Мысалы, баланың тілін дамыту деп айтайық. Дана Қасенқызы, біз алдымен іс-әрекетті бастамас бұрын балалардың көңіл-күйін көтеріп, шаттық шеңберімізді айтып аламыз. Шаттық шеңберден кейін бүгінгі өтетін іс-әрекетіміздің тақырыбын айтып кетеміз. Сол арқылы балаларды отырғызып, әрі қарай іс-әрекетімізді жүргіземіз. Ал балалар, бірге шаттық шеңбер айтамыз ба? Ал ендеше шаттық шеңберімізді айтайық. Сауын әрі біз, бәрін бірге үйренді. Әдемі сөйлеп, сөз маржанын тереміз. Жарайды балалар, көрдіңіз ба? Біз бүгін дыбыстармен танысады екенбіз, иә? Дыбыстар нешеге бөлінеді балалар, айтыңдаршы? Екіге бөлінеді екен. Қандай дыбыстар айтыңдаршы? Дауысты, дауыссыз. Айдан апай, балаларымыздың бүгінгі іс-әрекетін қорытындылау үшін балаларымызды шеңберге тұрғызып, бүгінгі іс-әрекетімізде не жасадық? Соны сұрауымыз керек, иә балалар? Бүгінгі біз іс-әрекетімізде не үйрендік? Айтыңдаршы, не ұнады сендерге? Дауысты дыбыстарды ажыраттық, иә? Мен қазір сұрақ қоям, тағы да дайын тұрамыз. Мысалы, алма дегенде қандай дыбысты естіп тұрсыңдар? А дыбысы. Дауыстыға жатады, дауыссызға жатады? Дауысты өте керемет. Осылай қорытындылап, балалардың көңіл-күйін көтеріп, әрі қарай ойын түрінде жүргізуге де болады екен. Иә, балалар, бүгінгі сіздерге іс-әрекет ұнады ма? Эльвира Түлкібайқызынан үйренгенім өте көп. Алдағы уақытта тағы да көптеген нәтижеге жетем деген ойдамын.